Оңтүстік Қазақстан облысында ауылдық бизнес өркендей бастады. Өткен жылы бір ғана Қазығұрт ауданында іскер азаматтардың қатары 650 адамға артқан. Бірі асыл тұқымда жылқы басын көбейтуді ұйғарса, енді бірі ірі қара малын бордақылауды қолға алған. Кәсіпті нәсіп қылған еңбек адамдарымен осы өңірдегі тілшіміз Әбдез Рахманұлы кездесіп қайтты. Қаржантауды бөктіріле жатқан қыраттарда жайылып жүрген мына жылқылар шағын шаруа қожалығына тиесілі. Құлан бағдарламасы арқылы 19 миллион теңгеден асатын пайыз төмен несие алып, жергілікті жылқыны асылдандырмақшы. Айлап жүріп жинайтын құжатты жылдамдатуға кәсіпкерлер палатасының заңгерлері көмектескен екен. Сөйтіп, жабы жылқының асыл тұқымды 6 айғырын сатып алыпты. Қазақ жабының мінуге жақсы, кейін жақсы семірет, етті көп береді, күйде талғамайды, шөп шашпастан өзін шөбін, өз жемін тауып жейді. Ал Шарақпан ауылындағы кәсіпкер Мақсат Мәуленов шаруашылығын үлкейтпекші болып 9 миллион теңге несие алған екен. Бұрын ірі қараны бордақылап келсе, енді сүтін сауып, оны өңдегісі бар. 48 бас асыл тұқымды сиыр сатып алған, 10 шақтысы төлдепті. Несиені тез арада алғанын айтады. Кәсіпкерлік палатасымен бірге осы несие беретін риск максимумның өзіне бірлесіп те барған жайлары болды. Ол жүрген басшылар барған кейін кәсіпкерлік палатасының арқасында жеңілдіктер жақсы болды, алуымыз жылдамдады несиені. 2014 жылы Қазығұрт ауданында 5700 кәсіпкер тіркелген екен. Бизнесті бастауға көмек көрсететін, керек болса жоба жасап несие алып беруге жәрдемдесетін ұйым болған соң, жеке кәсіпкерлердің қатары артыпты. Содан ауданға тартылған инвестиция көлемі ұлғайған. Оның бәрі жаңағы осы аудандағы біздің кәсіпкерлердің алған несиесі, субсидиясы, жеңілдіктері. Сол 1 миллиард 350 мың асып кетті. Ол біздің елге деген үлкен көмек. Елбасының айтқандай, әр үйде бір кәсіпкер болу керек. Біз соған жұмыс істеп жатырмыз. Кәсіпкерлер палатасы енді ауылда кооперацияны ұйымдастыруды қолға алыпты. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Оңтүстік Қазақстан облысы.